Баршаңызға сәлем достар, қайырлы таң. Сіздермен бірге Айжан. Таңғы асқа дәмі өте керемет, бар жоғы 20 минутта дайын болатын кексті жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Алдымен керек ингредиентті дайындаймыз. Ыңғайлы ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып, үстінен 150 грамм қантты салып, жақсылап араластырып жібереміз. 150 грамм қою айран, егер айран болмаса, сүт қоссаңыздар болады. Және 150 грамм сұйық май, 250 грамм ұн, 1 ас қасық соданы араластырып алып, массамыздың үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Ыдысымызды майлап алып, 1 ас қасықтан салып шығамыз. Сосын 1 шай қасық варенканы ортасына салып, үстінен 1 ас қасық қайттан массамызды құйып шығамыз. Қызып тұрған пешке 180 градуста 20 минутта пісіп дайын болады. Дәмі өте керемет, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.